алан өздерің аяу, сендер өздерің тақырыптарын өздерің шешесіңдер, кішкене ортаға назар аударғанымыз дұрыс болады. Жасмина, қош келдіңіз. Нақты жаман ойлар айтылса, ол мән бермеңіздер, шымылдық әлі жабық, ашылғаннан кейін бір-бірлеріңіз ұнатып қалатын шығарсыз деген ойдамын. Жаңа Диастың өзі сұрақ болды ғой. Ас үйге қалайсыз дегеніңізде сіз нормально деп қалдыңыз. Жарайды, қыз ас үйге сәл нашар болса, Диас ертең соны өзің тамақ істеп беріп, завтрак өзің тамақ дайындап бере бересің бе, қалай өзің? Негізі мамам повар. Мен ол кісі жасай алмаса, мамам үйретеді дейтін ойдам. Сол кісінің несінде жанында жүріп үйреніп алып, маған да жасап береді тамақ. Ал егер андай жағдай болып қалса, өзі енді бір сондай өзін асыра сілтеп мақтамайын деп, мүмкін дәмді дайындаса да жай деп айтып отыруы да мүмкін. мен Ғалымжанның сұрағын түсіндім. Егер де сен жасап бере аласың ба дейтін сұрап жатыр ғой. Мен өзім китайский кухняда повар болғанмын, неше түрлі тамақ дайындай аламын. Егер қалап тұрса, егер қыздың жағдайы соған бір несі жетпей жатса, мен жасап беруге әрдайым. Бұл сұрақты неге қойдым? Өйткені көп қыздар қазір ас үйге жоқ қой. Онда тұрған ештеңе жоқ. Күйеуге шыққан екен бәрін үйренуге болады деген ойдамын ғой. Тапсырыс беруге болады дейсіз. Жоқ, тапсырыс берсек те болады. Жарайды, болашақ айым тамақ істемаса, мен өзімді жасап бере аламын деген ойдамын ғой. Онда тұрған ештеңе жоқ. Кейбір жігіттер енді масы киіп ойбай анау мынау деп айтуы мүмкін, бірақ ертең қызды жақсы көріп қалғаннан кейін өзі қалай тамақ істеп кеткенін білмей қалады. Тимур, Жасмин, қош келдіңіз. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, ата-анам әлі білмейді деп. Сіз үшін ата-ананың сөзі қаншалықты маңызды? Себебі ертең осы таныстан кейін сыртқа шыққанда ата-анаңыз қарсы болатын болса, немесе эфирға, немесе Диасқа қарсы болатын болса, сіз қандай шешім қабылдайсыз? Бір рет айтып көргем, бар деді. Одан кейін прям тура бүгін эфирға шығатынымды өзім де білмедім. По факту біледі ғой негізі? Негізі айтсам қарсы емес. Ата-анаңыздың ойы просто қаншалықты маңызды деген ғой. Немесе алдағы уақытта жігітке қарсы болып жатса, сіздің таңдаған жігітіңізге, сондай уақытта сіз қандай шешім қабылдайсыз просто? Ақылдасам деп ойлаймын. Ауса ханым, айта кетейінші, негізі Жасмин, қош келдіңіз, өте сымбатты қыз екенсіз. Менің ойымша, мына жерде енді бәрі айтып жатыр ғой. Диас бір андай мысы жоқ адам сияқты, ер азамат сияқты көрініп қалды ма біреулерге білмеймін ғой. Бірақ та шынымен де таңдауыңыз дұрыс. Мен оны қай жерде байқадым? Алдында енді муза деген тақырып болды ғой. Одан кейін ол өз қателігін мойындап, мүмкін осылай жасайтын шығармын деген кезде мен ойладым, ер азаматтың сол қасиеті өте жақсы ғой, өз қателігін көріп мойындау деген сияқты. Негізінде шынымен де еш нәрсеге қарамай, қазір шымылдық ашылған кезде енді ішкі жан дүниеңізге қарасаңыз, не андай бір түйсік болса, өте керемет жұп болатын сияқты. құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама уақыты болып қалды енді.